Жарықтан жылдам қозғалуға бола ма? Вакуумда жоқ, бірақ орта ішінде бұл болуы мүмкін. Судың ішінде пайда болатын көгілдір жарқыл бар. Ол Черенков эффектісі. Көп адам жарық жылдамдығы әрқашан бірдей деп ойлайды. Шын мәнінде жарық жылдамдығы вакуумде 300.000 км/сек. Жарық баяуырақ таралады. Бұл орта сыну көрсеткішімен сипатталады. N дегеніміз сыну көрсеткіші, ал V дегеніміз ортадағы жарық жылдамдығы. Черенков эффектісі зарядталған бөлшек ортадағы жарық жылдамдығынан жылдамырақ қозғалғанда жарық шығару құбылысы. Бұл жерде ескеретін жайт, бөлшек вакуумдағы жарықтан емес, ортадағы жарықтан жылдамырақ. Мысалға, электрон суда жарықтан жылдамырақ қозғалса, көгілдір жарқыл пайда болады. Бұл құбылысты дыбыс толқынымен салыстыруға болады. Ұшақ дыбыстан жылдам ұшса, дыбыстық соққы толқыны пайда болады. Сол сияқты бөлшек жарықтан жылдам қозғалса, жарық соққы толқыны туады. Осы толқын көгілдір жарық ретінде көрінеді. Эффект пайда болу шарты үшін бөлшек жылдамдығы жоғары болу керек. Ал жарықтың шығу бұрышы осы формуламен көрсетіледі. Бұл формула жалпы жарықтың неге конус түрінде таралатындығын түсіндіреді. Нақты мысалдарға тоқталсақ, ядролық реакторларда су ішінде көгілдір жарық пайда болады. Яғни бұл Черенков сәулелерін көрсетеді. Ғарышта, атмосферада бөлшектер Черенков жарығын тудырады. Сонымен қатар бөлшектер детекторлары жылдамдықты анықтау үшін де қолданылып жатады. Неге жарық көк түсті? Себебі Черенков сәулеленуінің көп бөлігі қысқа толқындарға, яғни көк және ультракүлгін аймаққа тиесілі. Сондықтан біз оны көгілдір түспен көреміз. Черенков эффектісі ортадағы жарықтан жылдам қозғалған зарядталған бөлшек тудыратын сәуле. Бұл жарықтың жылдамдығы ортаға тәуелді екенін көрсетеді. Егер де тағы да физика туралы қызықты ақпараттар білгілеріңіз келсе, арнаға тіркеліп, лүпіл басуды ұмытпаңыздар.